Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Жалпы бүгінгі осы шығарылым, бүгінгі ойын түрі бұл қызы екен ойыны. Қызы екен ойыны қазіргі уақытта да телевизорда көрсетіп жатыр сол ойынды. Сосын YouTube каналда да бар, YouTube'да мысалы YouTube'да да шығарылып жатыр оның несі. Сол ойынды PowerPoint бағдарламасында жасалған нұсқасын бүгін көрсететін боламын. Бұл шаблон жалпы қызы екен ойыны бірінші бет, титоны беттен тұрады. Одан кейін тура сол ойынның өзіндегі бұл ойынға екі топ қатысады, бірінші, екінші топ, немесе топтардың атауын жазып қоюға болады. Ана арқылы бағалап отырады. Одан кейін бұл жерде қызы екен ойыны 12 ұяшықтан тұрады, жалпы 12 ұяшық, ал мынау 13-ші ұяшық бұл екі топқа бірдей қойылатын сұрақ. Одан кейін мына жерде сұрақтар ашылып отырады, осындай әртүрлі қызықты сұрақтар, яғни қызы екен ойынына келетін. Енді мен осы ойынды қазір ашып көрсетейін. Жалпы ойынды ашу үшін пока слайд сначала деп ашамыз. Ойынымыз осылай басталады. Қызы екен ойыны. Ойынды бастау деген батырмаға бір рет басамын. Осы жерде екі топ қатысады негізі. Сол екі топтың бірінші жанкүйер көп болса, сол мысалы ұяшық таңдайды. Осы жерден бір ұяшықты таңдап көрейік. Мысалы өлшем бірлігі. Өлшем бірлігі деген ұяшық таңдайтын болсақ, соның сұрағы ашылады. Мысалы сұқ саусақ пен шынашақты бере созғанда аралық қалай аталады дейді. Мысалы тұтам, сире, кереқарыс дейді. Енді осы жерде бір вариантын белгілеп көрейік. Мысалы сирені белгілесек осылай сұрақ қабылданады. Одан кейін бір рет басса, дұрыс болса осылай жасыл түсті болып жанады. Енді мына жерде уақыт бар. Яғни негізі қызы екен ойынында уақыт жоқ. Мен бірақ уақыт қойдым. Яғни сабақта қолдану үшін осы уақытты қолдансаңыздар болады. Осы уақыттың ішінде 30 секундтың ішінде ойланып, сосын жауап береді. Яғни бұл дұрыс болды. Мынаған бір рет басамыз осы жерде. Сосын мына жерге келеміз. Бірінші топ дұрыс жауап берді ма? Оған мысалы тура ойынның шарты бойынша былай 1000 теңге бірінші беріледі. Одан кейін келесі ұяшықты ашу үшін осылай басамыз. Сосын мынау бізде уже таңдалған не осылай өзгеріп тұрады. Осындай немен жабылады. Енді мысалы попкорнды ашып көрейік. Кез келген ұяшықты осылай ассаңыздар, осындай сұрақтармен шығады. Сосын осындай сұрағы енді мысалы осындай бір вариант береді. Бұл дұрыс болды. Мен қате вариантын белгілеп көрсетейін. Қате болса осындай болады. Енді мынаған қайтам, екінші топқа тағы да мысалы 2000 теңге берейік деген сияқты. Осылай бағалап отырады. Енді келесі мысалы попкорн кетті. Тағы да мысалы атын шықпаса жері өтеді. Мысалы осыны таңдап көрейік. Осындай сұрақтар менен, мынау енді мысалы ретінде құрастырылған сұрақтар, дұрыс жауап осы. Осылай мысалы сабақта ойнатуға болады. Мына жерде соңғы сұрақ, мынау ұлттық құндылықтар, ұлттық спорт дегеніміз бұл 13-ші сұрақ болады. Бұл соңғы сұрақ. Соңғы сұрақ болғанда екі топ, екі вариантын белгілейді мысалы. Мынау екеу. Екі топ белгілейді. Екі топтың қайсыбірінікі дұрыс жауап. Мынау қате болды. Яғни бір топ осылай жеңіске жетеді. Соңында мына жерде былай бағалаймыз. Топтардың несін бағалап отырамыз. Былай бағаласақ та болады. Сосын осылай ойынды аяқтау батырмасы арқылы аяқталады. Жалпы мынау мысал ретінде құрастырылған. Мен осы жаңағы сұрақтарын алдым. Барынша сол ойынға ұқсас етіп жасадым. Ұяшықтарды мына жерде мыналарды да тура сол өзінен алдым ойыннан. Сұрақтары да сол ойынның өзінен алынған. Жалпы осы ойынды сабақта қолдануға болады. Мысалы сабақта, мысалы кез келген бір сабақта іс-шара ретінде мысалы қолдансаңыз болады. Немесе өзіңіздің мамандығыңыз бойынша кез келген бір қайталау сабақ болса, тақырыптар жазып қоюға болады деген сияқты. Осы жерге жазып, мынаны өшіріп, сосын мына жерге сұрақтарын жазып, осы қызы екен ойынын ойнатсаңыздар болады. Жалпы ойынға екі топ қатысады. Яғни өзінің шарты бойынша топтың атауын да жазып қоюға болады, өшіріп. Енді мынау мысал ретінде құрастырылған шаблон. Енді сіздер маған комментарий арқылы өтіп, осы ойынды алам десеңіздер, мен сіздерге осыны и мынаны беремін. Мынау бізде осындай түрі, бұл да тура сол өзі
Бірақ мына жерде мен тақырып деп қойғам, осы жерге тақырыптарын жазасыздар. Қалғандары өзі бәрі анимация өзі істейді. Сосын мына жерге сұрағын, ал дұрыс жауап деген жерге дұрыс жауап, қате жауаптарын жазып шығасыздар. Яғни мысалы мынау сұрақта, мынау шаблонда мысалы дұрыс жауап қайсысы мына жерде мысалы. Соны сіздер білмей қалып, мысалы шатасуларыңыз мүмкін. Енді білгеннің өзінде шатасып қалмау үшін мынандай үлгі ретінде құрастырылған шаблон бар. Яғни бұл жерде 13 сұрақ, мына жерде 13 сұрақты өздеріңіз сұрақтарын, сосын дұрыс жауапқа дұрыс жауап, қате жауапқа қате варианттарын жазып шығасыздар. Болды. Енді мына жердегі уақытты барлығында істейді. Бұны қолданасыздар ба, қолданбайсыздар ма, ол өз еріктеріңізде. Енді мысалы ойлануға уақыт керек болса, осыны қолданғандарыңыз дұрыс. Қазір көрсетейін. Міне, мысалы уақытты қосып қойсақ, осындай дауыс шығып тұрады. Даусымен 30 секунд айналады. Енді тоқтату керек болса уақытты былай бір рет бассаңыздар уақыт өзі тоқтайды. Енді мынаны ашып көрсетейін. Дұрыс жауапқа бассақ осындай істейді. Енді мынаған басқан кезде міне осылай топты бағалау несі ашылып жатыр. Жалпы ойын осы тура қызық екеннің өзіндей 12 сұрақ, 13 сұрақтан тұрады. 12 және 13 сұрақ. 13 сұрақ осы екі топқа бірдей қойылатын сұрақ түрі. Осы шаблонды алыңыздар, алып сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Керек болса маған осы комментарий, осы видеодағы комментарийдан өтіп сайтқа өтесіздер, сайттан маған WhatsApp өтсеңіздер, осының мен осы туралы толық ақпаратты сіздерге айтатын боламын. Назарларыңызға рахмет.